Сәлем қыздар, сіздермен бүгін булочка жасайтын боламыз. Таныстарыңыздың бәрі сізден рецепт сұрайтын, өте қарапайым үйдегі бар заттардан жасалынатын булочканы жасайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 1 стакан жылы сүтімізді, жылы суымызды, егер сіздер начинка қосатын болсаңыздар, онда қантты азырақ қосаңыздар болады. Егер қоспайтын болсаңыздар, онда қантыңызды көбірек қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше. Одан кейін 1 қасық тұзымызды, сұйық майымызды, дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бәрі қанты ергеннен кейін ұнымызды 2 бөліп саламыз. Ұнды қыздар аз-аздан салып отырамыз. Тестамыз комок-комок болып қалмау үшін жақсылап осылай араластырып, однородный масса жасап аламыз. Келесі ұнымызды салған кезде аз-аздан ұнды қосып, жұмсақ теста илеп аламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін қолымызға жабысып жатса, 1 қасық сұйық майды алып, қолымызға жағып, тестаны қолымыздан ажыратамыз. Одан кейін бетін жауып, 1 сағаттай қойып қоямыз. Тестамыз көтерілгеннен кейін 2-3 рет қайтарып қойсаңыздар болады. Сол кезде булочкаларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Көтерілген тестаны алып, 1 сағаттың көлемінде осылай жұмсақ болып ашиды. Одан кейін әр бөлікке бөліп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша булочканы әсемдеп жасасаңыздар болады. Мен бұл жерде сіздерге булочканың 3 түрін көрсеткім келіп тұр. Бұл бірінші түрі косичка, екінші түрі осылай ішіне вареный сгущенка салсаңыздар болады, немесе өздеріңізде қандай да джем, варенье болатын болса, сонда қоссаңыздар болады. Ең бастысы ішінен вареный сгущенкамыз ағып кетпес үшін сапалы, жақсы вареный сгущенканы таңдаймыз қыздар. Егер асығыс болсаңыздар, осылай домалақтап қоя салып, бетін 10-15 минутқа жауып қойып қоямыз. Сол кезде булочкаларымыз көтеріледі. Өте әдемі болып көтерілгеннен кейін 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Толық рецепті видеоның астына қалдыратын боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын, сіздермен болған Мөлдір.